Barchaga salom, sizlarмен sport жаңалықтары. Videoni бастамас бұрын арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы бокс жаңалықтары тек қана бізде болады. Мексикада Алимхан ұлы Канелоға қауіпті екені айтылды. Мексикалық Херладо Депортс басылымы қазақстандық Жәнібек Алимхан ұлының Саул Канело Альварес туралы айтқанына қатысты мақала жариялады. Алимхан ұлы Канело онымен жекпе-жек неге шықпайтынын айтты. Боксшы мексикалықты сынап, жекпе-жекке шығу туралы мәселе көтерді. Бұл Саул Геннадий Головкинді жеңген соң болып отыр. Саул Канело Альварес 2021 жылда жеңіске толы өткізді. Супер орта салмақта белбеулерді жинап, абсолют чемпион атағын қорғады. Ал енді мексикалықтың намысына тиіп, оны айқасқа шақыруда. Өйткені жеңілмеген қазақ боксшы отандасы Головкин үшін кек алмақ. Ол боксшы Жәнібек Алимхан ұлы қазіргі таңда оның 12 жеңісі бар. Орта салмақта жеңілмеген, тіпті тенде түспеген. Сондықтан ол Головкин үшін Канелодан есе қайтаруға үмітті. Алайда мексикалықтың қарсыласы таңдауын ескерсек, ол қазақстандыққа мүмкіндік бермейді. Өйткені бұл Альварес үшін қауіпті деп жазады басылым. Сындырамын, Канело жеңген Биволдың келесі қарсыласы 5 қараша Абу-Дабиде Хилберто Рамирес Дмитрий Биволмен жекпе-жекке шығады. 12 раундтық айқаста мексикалық боксшы ресейлік жартылай ауыр салмақта WBA супер титулын тартып алуға тырысады. Рамирес антропометриялық артықшылыққа пайдаланбақ. Бұл жақсы артықшылық. Мамырда Канело сабаған кезде Биволда осы артықшылық болды. Осы жолы ол ұсақтау жігіттің ролын ойнайды. Бивол жақсы боксшы. Корпусынан көбірек ұрып, басқа да шабуылдар жасаймын. Бұрынғыдай болмаймын. Мен оны сындырамын. Мұны ғұмырымдегі ең жақсы күйімде жасаймын, деп берді Хилбертоның сөзін. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.